басыңа ауыр зұлымдық түспей тұрып, құлағыңа жеткен, көзіңе көрінген зұлымдыққа қарсы тұру керексің. Себебі зұлымдыққа ұшырап жатқан қауым, зұлымдыққа әлі ұшырамаған қауым үшін алғанда сынақ. Яғни сен ауырмай тұрып, ауру азабын тартып жатқан адамдардың көңілін сұрауын керексің, және денсаулығының қадірін білуін керексің. Саған мықты денсаулық берген жаратушыға шүкірлік айтуын керексің, рахмет айтуын керексің. Ең бастысы ауырмаудың жолын іздеуін керексің. Яғни аурушыға ғана сынақ емес, сауға да сынақ. Кедейліктің азабын тартып жатқандарға және сол кедейліктен, аштықтан қынадай қырылып жатқан адамдарға ауыр зұлымдық келгенде, қиындық келгенде, енді ол ұқсас уақытта тоқтықтан кекіріп отырғандарға да сынақ. Сондықтан Қытайдағы қазақтардың басына ең ауыр күн туып, қазір қазақтарды ауруды сылтауратып, қытайлар қынадай қырып жатыр, аштықтан қырып жатыр, өз үйлеріне өзін қамап қырып жатыр. Жастары аздап наразылық танытып, аш қалдық, біз бәлен күн болды, тамақ ішпедік деп әлеуметтік желіде айтқан үшін психикалық ауытқуы бар деп психбольницаға, қазақша айтқанда жындыханаға қамап жатыр. Сап-сау қыздар мен жігіттер жаңағы психбольницадан шыққанда жынды болып шығып жатыр. Енді осы ақпараттар бізге жетіп жатыр. Тіпті міне тауда қой бағып жүрген қойшыны апарып, қалашыққа, ауданға апарып, оларды карантин деп жауып тастаған. Тауда оның малы мен өзінен басқа ешкім жоқ. Оған не қылған карантин керек? 350 қойынан 33 қой тірі қапты, қалған қойының бәрі арам өліпті. Біреудің малы қорасынан шығып кеткен, қазақ. Соны енді мал ашуы, жан ашуы барып, енді жоғалып кетпесін, өліп қалмасын деп, үйінен шығып, көшеге шығып, қорасына малын қайырып айдап келген үшін карантин заңын бұздың деп, әлгінің бүкіл тісін қағып алған. Қарт адамдар аштықтан естен адасып, биік қабат үйден секіріп өліп жатыр. Тіпті Құлжа қаласында кеше аштыққа шыдамаған халық ресми түрде не қылсаң не қыл, ақыры өледі екенбіз деп көшеге шығып, биліктен азық-түлік талап қылып жатыр. Адамдар үйінде дәрінің жоқтығынан температурасы көтеріліп өліп жатыр. Үйді тұтасымен сыртынан кепсерлеп, дәнекерлеп, сваркілеп тастағандықтан подъездердің, кіреберістердің есігінің бәрі темірменен құлыпталып шынжырланғандықтан адамдар қабат үйлерінен аттап баса алмай отыр. Балалар ауырып жатыр. Яғни Қытай билігі үлкен зұлымдық жасап жатыр. Енді дәл қазір Қазақстанда отырған қазақтар, Қырғызстанның қырғыздар, өзбектер бұның бізбен қатысы жоқ деп ойламасын. 16-17 жылдан бері Қытайда зұлымдық жүріп жатыр. Сол кезде көп қазақтарға біз дабыл қақтық, айналайын қазақтар, мынау Қытайдағы қазақтар осындай зұлымдық ұшырап жатыр дедік. Мұрнын шүйірді. Ақыры сол зұлымдық өз бастарына келді. Олар баяғыда қашып кеткен дейді. Осы сөзді айтушының өзіне, және осыны таратушыларға, және осы сөзді қоғамға, осыны үгіттеушілерге жаратушының екі әлемде қарғысы мен лағнеті болсын. Олар қашқан қазақтар емес. Қытайда жасап жатқан қазақтар өзінің ежелгі 77 ата-бабасының жерінде отырған қазақтар. 16 жылғы Албан көтерілісі, Қарқара көтерілісі, Албан қырғыз көтерілісі, Жетісудағы және Шығыс Қазақстандағы көтерілістер кезінде 1916 жылы, яғни осыдан 107 жыл бұрын қынадай қырылған Албан, Суан, Қаңлы, Қоңырат, Жалайыр бәрі барды. Ал олар қашқанда айдалаға қашқан жоқ. Жаркенттегі Суанның, Жаркенттен аттай салған кезде Іленің арғы жағында Суан бауырлары болды. Талдықорғанның Қаңлысы мен Жалайырының
Талдықорғанның ар жағынан өте салғанда таудың арғы бетінде Қаңлы жалайыры болды. Нарынқол кегеннің, Алматының, Албанның ары Текес, Мұңғылкүре, Күнес, Өртекесте Албан бауырлары болды. Ол кезінде Орыс пен Қытай шекараны бөліп алғанда, Орыс-Қытай Іле келісімі, Орыс-Қытай Тарбағатай келісімі деген келісімдер бар. Ағылшынша, орысша, қытайша іздесең, бұның барлығы тарихи дәлел ретінде Википедияда тұр. Осы теңсіз келісімдер аясында қазақтың батыс бөлігін, қазақ жерінің батыс бөлігін орыс жаулап алғанда, қазақ жерінің шығыс бөлігін Қытай жаулап алды. Кейін шығыс Түркістанды Совет одағының құрамына қоспақ болған Сталин Оспан Батырды қарумен қолдады. Артынан Әкбар Батыр мен Сейіт Батырды қолдады. Шығыс Түркістанның бірінші оғын Әкбар Батыр, Сейіт Батыр бастады. Артынан Сұлубай Батыр, Елісхан Батыр, Оспан Батырлар осы күрестің ішінде болды. Бірақ Сталин ең соңында Шығыс Түркістанды Қытай компартиясына сатып жіберді. Сөйтіп Шығыс Түркістан Қытайдың жері болып қала берді. Шығыс Түркістанды Қытайдан азат қыламын деген батырлардың барлығы шахид болды. Оспан Батырды Қытай компартиясы тұтқындап өлімге үкім етті. Ол күні кеше ғана 1951 жылы болды. Ал осы оқиғалардың барлығын қалай айтасың? Ол жердегі қазақтар Қазақстаннан қашып кетті. Жоқ, ол жер ежелден қазақтың өз жері. Алтай, сол Алтайды мекен деген басым көп санды Керейдің және аз санды Найманның, Уақтың жері. Тарбағатай да солай. Найман, Керей, Уақтың жері. Ал мынау Талдықорған тұсында Қаңлы жалайыр бәрі бар. Арғында бар. Ал Албан, Суан, ол ежелден сол Шығыс Түркістан жерінде жасайды. Бураталда анау Жезқазғанның Қыпшағына дейін бар. Шымкенттің Қоңыраты мына Сайрам көлінің бойында жасайды. Енді оның барлығын айтсаң, тарих, үлкен тарих. Ол қазақтар 1916 жылғы көтерілістерде, 21-22 жылғы саяси қырғындарда, 1931-33 жылы орыстар 4,5 миллион қазақты қынадай қырып, бүкіл Қазақстан жерінде қазақтар сеңдей соғылысып, бүкіл Қазақстанда ешқашан бұл жерде болмаған рулар, ана жерге ауып, ана жердегі рулар мына жерге ауып жатқан сол аштықтың заманында сол қазақтар шетел асты. Бірақ ол қазақтардың дені 1959-1961-62 жылдары қайтып келді. Ал қазіргі Қытайда жасап жатқан қазақтар 77 ата-бабасының өз жерінде, 77 ата-бабасының басы қалған жерде жатыр. Әкеңнің басы бар ма, атаңның басы бар ма дейтін сөз содан қалған. Атасының басы, бір атасының емес, 77 ата-бабасының басы қалған жерде отыр. Әкеңнің басы бар ма дейтін сөз міне осыған келеді. Әкесінің басы жатыр өз жерде. Ал өйте берсек жері көп. Каспийдің арғы беті, Саратов, Қаратау. Кезінде қазаққа Абылайдың орын болады деген Орынболы, Орынбор. Бұның барлығы Түмен, біздің жеріміз. Абай атамның арғы аталары Құнанбай, Өскенбай, Кеңгірбайлар жасаған жерлердің бәрі қазақ жер. Бүгінде Ресейде қалды. Оңтүстікте қаншама жерімізді кеше сарттарға беріп жіберді. Ондай дау-дамай ежелінен жеткілікті. Бірақ бүгінгі Шығыс Түркістан, бұл жерде мәселе біз жер дауын көтерейік деп тұрған жоқпыз. Бұл жерде біз сол жерде тірі жасап жатқан 5 миллион қазақтың жанына араша бола аламыз ба, бола алмаймыз ба деген әңгімені айтамыз. Бүгін сол жерде қазақты қолдан жасалған аурудан қынадай қырып жатыр. 16 жылдан бастап концлагерге қамап қынадай қырып жатыр. Ал концлагердің қылмысын біз бүкіл дүние жүзіне ашқаннан кейін халықаралық санкциялар, Еуропа, Американың саудалық, экономикалық қысымы арқылы Қытай тәубесіне кеп концлагерде қазақтарды жібере бастады. Әрине, 100% емес. Бірақ қазақтар шамалы еркіндік алды. Неге? 5 миллион қазақ Қазақстанда Қытайдағы бірге туған аға бауыр туыс туғанына
жоқшы болды, еші болды, сұраушы болды. Ал енді осы қазақты, және сол жерде Қытайда қырғыздың да жері бар, Қызылсу қырғыз автономиясы бар. Ұйғырдың да жері бар. Такаламбакан шөлінің айналасындағы 6 шаһар ұйғырдың жері. Ал іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсай ол қазақтың жері. Енді осы жерлердің барлығында геноцидті жасап, оны жасырып қалмақшы. Оны жасырғанда осы карантин деп, ауру деп, соған сүйеп, соны сылтау қылып, соны себеп қылып, енді бұрынғы соңды өлтірген қазақ, қырғыз, ұйғырының барлығын аурудан өлді деп, Қытай бұрынғы қылмысын жасырмақ. Және ендігі аман қалған, сау қалған қазақ, ұйғыр, қырғызды қынадай қырып салмақ. Дүние жүзінде әрине барлық жерде адам өліп жатыр. Америкаңда да, Еуропаңда да аурудан бәленбай адам өлді. Ертең Қытай соның бәрін айтпақшы. Ойбай, Қытайдың өзінен бәленбай миллион Қытай өлді аурудан міне. Міне жерде де міне бәленбай миллион қазақ, қырғыз, ұйғыр өлді демекші. Сөйтеді де ауруға жабасап қарап отырады. Ал Қытайың 2 миллиард халық. Одан 100 миллион адам өлсе де бұл халықтың мұртын балта шаппайды. Ал біз аз халықпыз. Біздің 5 миллион қазағымыздан 100 мыңы, 200 мың өлсе де, ол біз үшін үлкен жоғалту, зор жоғалту. Сондықтан бұл дәл қазір бүкіл Орта Азия халықтарына, қазақтарға, қырғыздарға, өзбектерге, түрікпен, ұйғырларға, Әзербайжанға, Қарақалпаққа, Ноғайға бәріне сынақ. Тіпті осы сөзімізді естіген әрбір адамға сынақ. Сен осы Қытайда карантинді сылтауратып, жасап жатқан осы қырғынды естіп, көріп, біліп отырып, сен үнсіз қаласың ба? Ол сенімен қатысы жоқ сияқты. Сен өзіңді әлсіз сезінесің. Мен не істеймін болды? Іштен істей алмайық, болды, оны өкімет шешпей ма? Әлгі айғайлап жүргендер қайда, солар шешпей ма? Айтыңдар, шетелге жазыңдар деп өзіңше ақыл айтып, немесе өз қолыңнан ештеңе келмейтін болып, осы сөзімді ести салып қоя салдың ба? Онда еш күдіктенбе. Жаратушы осыны саған естуге несіп қылған осы сәтте сені сынап отыр. Сенен бәлен-ақ километр жерде сенің аға бауырың туысыңды қынадай қырып жатыр. Жауыз Қытай, алпауыт Қытай, арамза Қытай, және қорқақ Қытай, әлсіз Қытай. Тарихтар бойы біздің ата-бабамыздан қорыққаннан анау жеріне дейін қоршап қорған салған Қытай. Тарихтар бойы біздің ата-бабаларымызға бәле мәрте құл болған Қытай. Міне сол Қытай бүгін күшейіп, коммунистік, фашистік, радикалдық, фундаменталистік режим құрып, енді Қытай еместің бәрін құртпақшы. Енді не істеу керек? Осыны естіп алып, сен телефонды естіп алып, ой, обал болыпты деп қоясың ба? Ой, баяғыда қашып кеткен деп жамандайсың ба? Келіп алмады 30 жыл бойы енді. Енді өз обалы өзіне дейсің бе? Әрине, келіп алмаған өкінішті. Бірақ ата-баба жерін тастау ол да оңай емес. 5 миллион қазақ, ол 5 мың қазақ емес. Еврейлерде 77 ата-бабасының басынан қалған Израильге көшіп үлгерген жоқ. Әлі көшіп үлгерген жоқ. Шетелдегі еврей, Израильдегі еврейден көп. Дүниедегі ең мықты, ең пысық, ең ақылды, ең бай, ең оқымысты халық еврейдің өзі әлі басы қосылып үлгерген жоқ. Олардың діни нанымы бойынша олар сонда жасауға тиіс әуелі. Ал біздің діни наным бойынша ондай белгілемеді жоқ. Ал сол еврейдің басы қосылмағанда сен қазақты кінәлама. Және ол қазақтың бәрінде Қазақстанға көшетін шарт жағдай жоқ. Және көшемін дегеннің өзің паспортын тартып алып, 1000 сан қиындыққа салғанын барлықтарыңыз білесіздер. Ал Қазақстанға көшіп келген қазақты біздің сұмырай жемқорлар 1000 сан қиындық көрсетіп, тіпті алдын соттап, депортациялап, Қытай асырғанын білесіздер. Яғни өл жердегі халыққа кінә артуға келмейді. Бізге келіп алған 500 миллион қазақ, міне сол ең сұмдық, зұлымдық болып жатқанда, солар сол Қытайдағы туыстарына қорған болды, қалқан болды. Әркім өзінің туысы үшін, жамаған үшін, жақсы көретін адам үшін араша болған сәтте, ол тұтас халыққа да қалқан
қорғаушы болды. Қытай сол осы 5 миллион қазақтан қорықты. Себебі тоқтамай қойды. Дүние жүзіне Қытайдың геноцидін әшкереледі. Сосын Қытай қазақты жібермеске шарасыз қалды. Ал қазір ауруды сылтауратып, аштықтан қырып жатқан сәтте сен енді менімен қатысы жоқ, менікім кінәлім емес деп, немесе жаңағындай болмайтын сылтауларды айтсаң, онда жаратушының алдында емтиханнан өтпегенің. Сен естімедім деп құтыла алмайсың. Сен мүмкін анау ең ауылда отырып осы сөзді естідің. Тәпті біреуден біреу қисыннан қисыны кеп саған осыны жеткізді. Бітті. Сен сынақтасың. Сенің алдыңа емтиханның қағазы қойылды. Сенің бауырыңды қынадай қырып жатыр. Сен бар болғаны телефоныңды алып, көлденең ұстап, мен Қытайдағы бауырларыма араша сұраймын. Қытайда карантинді сылтау қылып, қазақтарды аштықтан қырып жатыр екен, қырғыздарды, ұйғырларды қырып жатыр екен. Мен бұған қарсы тұрамын. Қытай, есіңді жи. Сенің қылмысыңды бүкіл дүние жүзі біліп отыр. Адамзат білмейді екен деп ойлап қалма. Қазақтарды жібер. Туыс-туғанымен хабарластыр. Шыңжаңды аш. Не болып жатқанын көрсет. Зұлымдығының арты зұлымдықпен аяқтайды. Деп сөйле. Қарсы тұр. Жаз. Видео мәлімдемеңді тарат. Ол үшін сенің басыңды ешкім деп шауып алмайды. Бірақ сен жаратушының емтиханнан өткен баласың. Егер елеусіз қалсаң, немесе өзіңше сылтау айтсаң, көшіп келмей неғып жүр, қашып кеткен баяғыда отанын сатқан деп талшайнасаң, біріншіден осы сөзің үшін Алланың қарғысына ұшырайсың. Және сол кезде орыстар қынадай қырып, неше түрлі аштықтан соғыстан қырып, шетел асуға, босуға, тіпті Қазақстанның өз ішінде жан жаққа босуға мәжбүр болған сол қазақтардың рухатсың сені, қарғысатсың сені. Олар шарасыздан қырылды. Сол шарасыздан қырылған қазақты сен қашты десең, сені тек қарғысатсың. Және соғыстан қашып кетті дейді. Соғыс 41 болды. Аштық 31 болды, естеріңде болсын. 10 жылдан кейін соғыс болатынын біліп қашты десең, онда сен тап-таза орыстың КГБ-сінің итісің, басқа ештеңе емес. Және осы сөзің арқылы өзіңнің кіл надан екендігіңді әшкерлеушісің. Және осы сөзді айтқаның үшін өзіңе шартсыз түрде тек қарғыс және зұлымдық келеді. Ұрпағыңнан тартасың. Екі дүниеде қор боласың. Қазір бізге тағы үлкен сынақ келді. Қырып жатыр қазір. Қырып жатыр. Зұлымдық. Ол жердің қазағы Қазақстанға келмек түгілі Қазақстан деген сөзді айтқан үшін сотталып кетеді. Баяғыда анау Қытайдың бұрынғы президенттері кезінде Қазақстанға көшуіне рұқсат беріп, баласын оқуға рұқсат беріп, Қазақстанның әншілер, ойбай, анау Қайрат Нұртас, Мейрамбек, Мұзартың бар, жаңағы Шыңғырбайың бар. Осы біз білетін, білмейтін жаңа бүкіл әншің барды ғой. Анау Шымкентте жіпті. Өз ауылынан басқа еш жерде ән айтып көрмеген, біз білмейтін жастарға дейін барып Қытайға концерт берді. Міне соның бәрі тиілді, міне 7-8 жыл болды. Анау ақындар барды, жазушылар барды. Ой, Қытай мен Қазақстанның екі ортасында қазақтар ары барып, бері келіп, концерт болып, той болып, Қазақстанның қазақ оған қызын беріп, о жақтың қазағы бұдан келін алып, қыз беріп, бизнес жүріп, жаңағы ақындар, жазушылар, әншілер, күйшілер барып. Осы Майрағайда Тайрағай болған zaman міне құлақ құрған танадай болып 7 жыл өтті. Бару жоқ, келу жоқ. Сайрагүл Сауытбай шарасыздан тас басып қашып келді. Қастер Мұсахан, міне Мұрагер Әлім, Қайша Ақан, Бағашар Мәлік, міне тағы басқа анау Жаркенттегі жігіт, сол жігіттер қашып келді. Тілек Табарак деген жігіт. Бәрі тау асып, тас басып отырып қашып келді. Ал енді осының ішінде Сайрагүл Сауытбайды Қазақстан билігі Қытайға депортациялаға жатқан кезде батыс кеп құтқарып кетті. Әлемдік тақырып болды. Ал қалған 5 қазақты Қытай билігінің өзі Қазақстанға депортацияла деп айта алмай отыр. Неге? Депортацияласа бүкіл дүние жүзі дүр көтеріледі. Сонымен Қазақстанның киембілерін ақша беріп, Қазақстанның сақшылары оларды үркітіп, қорқытып ұстап отыр. Ауыздарын ашқызбай ұстап отыр.
Енді біз Қытайдың қазаққа жасаған бірінші зұлымдығына батыл қарсы тұрып, бүкіл дүние жүзінің назарын аударып, бауырларымызды қорғап қалып едік. Өкініштісі, ол қуанышымыз ұзаққа бармады. Жауыз Қытай, зұлым Қытай енді екінші мәрте зұлымдығын бастады. Ол осы ауруды сылтауратып, карантинді сылтауратып, қазақтың өзінде қынадай қырып, малында қынадай қырып жатыр. Дәлел деректерін Атажұрт Қазақ Human Rights YouTube каналына салдық. Зарлап жылаған қазақтардың видеоларын салдық. Енді осыны естімедім деп айтпа. Бұл саған сынақ. Міне сенің алдыңда емтихан. Себебі сенің құлағың естіді, көзің көрді. Енді саған үндеу тастау керек. Малшы боласың ба, қойшы боласың ба, балықшысың ба, жоқ, бақалшысың ба, студентсің ба, үкіметтік қызметкерсің бе, емессің бе, кімсің? Сен тек адам баласы болсаң, түбі жаратушының алдына барып сұралатыныңды білсең, өліп және қайта тірілетініңе сенсең, жүрегіңде зәредей ұят болса, ар болса, ендеше сен нараз екеніңді әлеуметтік желіге жаз, тарат, видео түсір, қарсы екеніңді айт. Бүкіл Қазақстан болып, бүкіл Орта Азия болып, қоғамдық резонанс тудыруға тиіспіз. Қытай қазақтардың Қытайға қарсы пиғылының күшейгенінен қорқады. Олардың Қазақстанда үлкен мүдделері жатыр. Мұнай, газ, алтын, күміс, уран, титан. Оның бәрі Қытайдың мүддесі. Ал бүкіл қазақ Қытайға қарсы үлкен қоғамдық резонанс тудырса, Қытай шошиды. Шашал десе бас алатын зұлым саясатын босаңсытуға, тоқтатуға мәжбүр болады. Қытай өзі қорқақ жоқ. Коммунистер тіптен қорқақ. Олар қабаққа қарап басады. Қазақ айтқан албасты қабаққа қарап басады. Сен қорқақ болсаң, үркек болсаң, олар сенің жаныңды алуға да дайын. Ал сен семсеріңді серт ұстап, ертөстікше аждаһарға қарсы шапсаң, оны басынан құйрығына дейін тіліп түсе аласың. Қазақ аңыздарында, қазақтың ескі эпостарындағы жалмауыз аждаһар, жалмауыз айдағар осы Қытай. Ежелгі жау ел болмас, етектен кесіп жең болмас деген осы. Қазақтың екі көршісі қазақтың ата жауы. Орыста ата жау, Қытайда ата жау. Мына тұрған Иранда ата жау. Ендеше осыншама ата жаулардың ортасында қазақ ұйықтамау керек, сақ болу керек. Ата бабамыздың сақ атанғаны содан. Құлағың түрік болу керек. Түрік атанғанымыз содан. Берекелі болсын үйсін деді. Үйсін атанғанымыз содан. Ендеше қалың қазақ, оян, мынау емтихан. Сен тарат, көзқарасыңды айт, әлеуметтік желіге жаз, видео үндеуіңді түсіріп, Нағыз Атажұрт еріктілерінің YouTube каналдағы телефон нөмірлеріне жіберіп бер. Сигнал топтарымызға жіберіп бер. Телеграмға кіріп, Телеграм программасын түсіріп алып, Атажұрт партиясы деп іздесеңіздер шыға келеді. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.